Сәлем, достар. Арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жай ғана әңгіме емес, жүрекке жететін, өмірді қайта ойлантатын ерекше хикая ұсынамыз. Бұл нақты оқиғаға негізделген тағдыр. Бақыттың кейде оңай келмейтінін, ал кейде ең ауыр сынақтардың артында жасырынатынын көрсететін оқиға. Бір бала дүниеге келді, оны ешкім күтпеді, тіпті оның өмір сүретініне де сенбеді. Бірақ әженің шексіз махаббаты мен сенімі бәрін өзгертті. Бұл жеңістің өмірі. Ауыр тағдырға қарамастан жүрегімен жеңген адамның хикаясы. Ойлантып көріңіз, сіз үшін бақыт деген не? Қиындықтар сізді әлсірете ме, әлде күшейте ме? Ал сіз бізді қай өңірден көріп отырсыз? Қалаңызды немесе еліңізді комментарийге жазып кетіңіз. Осындай әсерлі өмірлік әңгімелер ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Айтуларынша бақыт әркімде өзінше болады екен. Біреуге ол оңай келеді, ал біреу от пен судан өтіп, жылуының бір тамшысын алу үшін күреседі. Бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері жеңісті бала кезінен бастап бақытты бала деп атаған. Бірақ оның өмірі ертегіге ұқсады ма? Туған анасы сенен бас тартуға дайын тұрса, құрдастарың бетіңе қарап күліп, сен басқалар сияқты емессің деп мазақ етсе, қалғаны тек сенім ғана. Бұл ана мен әже махаббатының зор күші туралы, жүректі жаралайтын опасыздық туралы және кез келген жараны жазалатын ізгілік туралы әңгіме. Осы әңгімені соңына дейін тыңдаңыз, сонда сіз шынайы бақыт кейде біз мүлдем күтпеген жерде жасырынып тұратынын түсінесіз. Әңгіме нақты оқиғаларға негізделген. Біздің заманымыз. Сания ауыр күрсінді де кіші қызына қарады. Тағы да Малика өзіне өмірде біреулерге көбірек жолы болғаны туралы әндетіп отыр. Қызым, жалықпадың ба? Деп қолын кеудесіне айқастырып анасы сұрады. Әр жолы бір нәрсе. Сен ауырып тұрмысың, бақытсызсың ба? Нан суың жоқ па? Жетімсің бе? Ұят емес пе саған? Жоқ, ауырмаймын деп көзін алақтатты 17 жасар Малика. Жетім де емеспін, аш та емеспін, бірақ ұялмаймын. Ұят па, көбірек нәрсе қаласаң? Жоқ, мүлдем ұят емес. Керісінше тамаша. Көбіректі қалап жақсылыққа ұмтылу өте жақсы. Бірақ сен үнемі маған жолы болмады деп жылайсың. Ал маған, шын айтсам, мұны тыңдау жиіркенішті. Сен жақсы отбасында өсіп келесің, жас әрі әдемісің. Алдыңда барлық жол ашық. Ана, жол Айгүл Силантьеваға ашық. Ол жүргізуші курсында оқып жатыр. 18-інде құқық алады, өйткені әкесі оған көлік сыйлады. Әдемі, жаңа әрі қымбат көлік. Сен де оқы, кім саған кедергі? Әкең екеуміз тек қуанамыз. Ия, алмаған кім сыйлайды? Жауап берме. Мен білдім, сендерде ақша жоқ. Мен кінәлай да алмаймын. Жай ғана қатты қалаймын. Бұл проблема емес. Жұмыс істеп ақша жинай бастасаң, көлікке өзің жинайсың. Сонда біз әкең екеуміз қуана көмектесеміз. Қосамыз немесе аздаған несие алып қол ұшын береміз. Ой, мына несиелер оларды әлі төлеу керек. Ал біреулерге ақша оңай келеді ғой, қателесесің, қызым. Сол Силантьеваның әдемі өмірін әкесі қамтамасыз етеді, ал ол өзі тер төгіп жұмыс істейді, Құдайға шүкір. Малика мұрнын шүйірді. Анасы өмірдің көп нәрсесін түсінбейді екен. Мысалы, көршілері Кристина ескі Хрущевкадан жаңа үйдің сәнді пәтеріне көшіп жатыр. Үйленеді де. Не үшін мұрныңды шүйіресің? Кристинка туралы ойладың ғой, деп күлді анасы, оның ойын оқып қойғандай. Саған да бәрі алда. Үйленесің, отбасын құрасың. Жақсы үйден пәтер аласыңдар. Ия, ипотекаға, деп мұңайып жауап берді қызы. Оны өмір бойы төлеп, барлығынан бас тартып, ешқандай қуанышсыз, концертсіз, саяхатсыз өмір сүресің. Бар ақша банкке кетеді. Онша қатты емес, барлық қуаныштан бас тартуға тура келмейді деп иығын қиқаң еткізді анасы. Әрине, бірдеңеден шектелуге тура келеді. Біз әкең екеуміз әлі барлық несиені өтей алған жоқпыз. Түркия мен Грекияға барғанымыз жоқ, бірақ балаларымызды лагерге жібердік, сені де, әжеңе ескіге, теңізге апардық. Азов теңізіне, деп мұрнын шүйірді қызы. Малика, сен қазір асып барасың, деп ашуланды анасы. Байқасаңшы, бақытсыз екенсің. Ендеше бай күйеуізде қымбаттым. Жалпы қызым, сенің сөздеріңнен үлкен қызғаныш сезіліп тұр. Біз сені осылай тәрбиеледік пе? Қыз көзін алақтатып айнаға жақындап, жас, әдемі жүзіне мұңая қарады. Мұрнын тыржитып, аққұба шашының бір шоғын ұстады. Ия, байға тұрмысқа шық, деп күңіренді Малика.
Егер үлкен қалада тұрсақ, мысалы, Петербургте немесе Мәскеуде, онда мүмкін еді ғой. Ақымақ қызым менің деп жымиып, рақымшылықпен жауап берді анасы. Саған Жеңіс ағамыз туралы айтып берейінші. Оны өмір бойы бақытты деп атаған, бақытты ма? Деп селт ете қалды қызы, анасының сөзін бөліп. Ол бай ма еді? Қайдағы бай? Біздің руымызда ешқашан байлар болған емес. Ол заманда да еркін жүруге мүмкіндік болмады. Демек, әдемі болған. Қыздардың бәрі оған есі ауысқан шығар. Малика, неге сенің ойыңда тек ақша мен сұлулық қана? Сен өзің айттың ғой, Жеңіс аға бақытты болған. Айтпақшы, ол кім? Мен оны бір-екі рет естігенмін, бірақ суретінде көрмеппін. Ол менің әжемнің туған ағасы. Былтыр қайтыс болды. Өмірі ғажайып болды. Міне, тыңда, мен саған білгенімді айтып берейін. 1950 жыл. Қаратал ауылы. Бұл бала тірі қалмайды деп зұлымдықпен айтты босануға көмекке келген кәрі Мәрия. Анасы да аман қалмайды, бала да өлмей қоймайды. Үндеме. Деп ұрсып қалды Ләйла, босанушының анасы. Сені не үшін шақырдық? Босану қабылдауға ма, әлде тіліңді безуге ме? Айтпақшы, саған ақша төледік қой. Мәрия ашуланып мұрнынан дем алды да, өзінің астына бірдеңе деп күңіренді. Ауылда фельдшер жоқ еді, ал бірнеше ұрпақты қабылдаған кәрі босану қабылдаушы қайтыс болған. Сондықтан көмек керек болғанда Мәрияны шақыратын. Ол өзін емші деп атайтын, бірақ ауыл адамдары оны онша ұнатпайтын. Арнайы білімі де, дарыны да болмаған. Бірақ жасының көптігімен қандай да бір тіршілік тәжірибесі бар еді. Бибігүл ауыр көтерді. 9 ай бойы қиналды. Роды 3 күнге созылды. Мәрия әрең дегенде нәрестенің әлжуаз денесін суырып алды. Бір қарағаннан ақ, егер тірі болса да, ұзаққа бармайтыны түсінікті еді. Бибігүл босанған соң шаршап ұйықтап қалды. Ләйла баланы абайлап емізді. Бала соншалықты әлсіз еді, әрең тамақтанатын. Бибігүл есін жиған соң ұлына таңдана қарады. Арық нәресте анасында ешқандай мейірім тудырмады, тек таңданыс қана. Көп ұзамай Бибігүл қатты ауырып, сүті кетіп қалды. Ақырында мүлдем қайтыс болды, артында нәрестені кәрі анасы Ләйланың қолына қалдырды. Ләйла қайғыдан есінен танып қалар еді, егер немересіне қамқорлық болмаса. Құдайдың құдіретімен Бибігүл қайтыс болғаннан кейін бала күшейе бастады. Ләйла көршілерден сүт алып шүберекпен тамызатын. Бала 2 айға толғанда оны поселке ауруханасына апарды. Мына батырды қалай атайсыз? Деп сұрады ақ шашты дәрігер Евгений Петрович. Ләйла ұялып баланың аты жоқ екенін айтты. Дәрігер баланы құшағына алып күлімсіретті. Онда менің немерем Жеңіс болсын. Әкесінің аты Евгеньевич болсын, сіздің құрметіңізге. Мейірімді дәрігер балаға дәрі-дәрмек жазып, аяқ-қолын, арқасын массаж жасауды үйретті. Дұрыс істесеңіз, Жеңіс сау болады. Жүреді, деді ол. Жеңіс өсі күшейе түсті. Сөйлеуді ерте бастады, көбіне күлетін. Дене дамуында артта қалатын, жүрісі ерекше болды, аяқтары дөңгелек сияқты, денесі бір жағынан екінші жағына ауып тұратын. Көршілер сыбырлап, бұл балаға ауыртпалық дейтін. Бірақ Ләйла ешкімді тыңдамады. Дәрігердің сөзіне сеніп немересін еркелетпеді, қолынан келетін жұмыспен жүктеді. Уақыт өте Жеңіс мектепке барды. Оқу оған оңай тиіп, есепте ешкім оған тең келмейтін. Мінезі жайдары, мейірімді еді. Оны мазақ еткендерді байқамағандай болатын. 14 жасқа келгенде Ләйла немересінің ақылды, мейірімді еңбекқор екеніне қуанатын. Бірде Үміт әжесімен сөйлесіп, бұл бала қалай өмір сүреді? Кім оған қарайды? Қалыңдық таппайды ғой, деп айтты. Ләйла ойланып қалды. Жеңіс 16 жасқа келгенде ғажайып оқиға болды. Ол қалаға барып, Айлиннің жұмыс істейтін балалар ауруханасына келді. Сол жерде құрғақ жапырақтарды жинап жүрген Жеңісті аурухананың завхозы Вера Васильевна байқады. Оның тырысқақтығы мен мейірімділігіне риза болып, Жеңісті жұмысқа алды. Осылайша Жеңіс ауруханаға жұмысқа тұрып, қалаға көшіп, өз бетінше өмір сүре бастады. Ләйла немересін шығарып салып, көз жасын көрсетпеді. Жеңіс әжесіне апта сайын келіп тұрды, уәдесін бұзбады. Уақыт өте Жеңіс аурухана ұжымының сүйіктісіне айналды. Оған концерттер мен спектакльдерге билеттер берілетін. Ол Лев Лещенко, Муслим Магомаев, София Ротару концерттеріне барды, автографтар жинады. Тіпті Чехословакияға дейін шықты.
Өмірі жарқын, қызықты әрі толық болды. Жеке бақыты кеш келді. Ауруханада Таңшолпан есімді әдемі мейірбике жұмыс істейтін. Жеңіс оны шын жүректен жақсы көрді. Кейін Таңшолпан басқа еркектен жүкті болып тасталған соң, Жеңіс оған қол ұшын созды. Мен сенің күйеуің боламын деді. Олар үйленді. Таңшолпан мен Жеңістің Айлин есімді қызы дүниеге келді. Жеңіс оны өз баласындай жақсы көрді. Таңшолпан ауыр науқастан қайтыс болған соң, Жеңіс бар махаббатын қызына арнады. Қыз да оны өмірінің соңына дейін ең қымбат адам деп санаған. Өмірінің соңында Жеңіс былай деді: мен өте бақытты өмір сүрдім. Мұндай бақытқа сирек адам ие болады. Сания әңгімесін аяқтады. Малика үнсіз отырды. Оның көзінен жасы ағып тұрды. Өзінің ұсақ түйек шағындары кенеттен мүлдем ұсақ көрінді. Мам, ол шынымен біздің туысымыз ба? Деп сыбырлады қызы. Иә, қызым. Ол менің әжемнің ағасы. Малика ұзақ ойланып отырды. Содан кейін тыныш дауыспен: мен енді өзімнің бақытсыздығымды айтпайтын боламын.